Барлықтарыңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен қатпарлы самсаның рецептімен бөлісетін боламын. Көп қыз-келіншектерде осы қатпарлы самса ұқсамай жатады. Бүгін сіздермен осының ерекшеліктерімен және де өзінің қыр-сырларын айта кететін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар және де арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Алда пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға міндетті түрде салқын су құйып аламыз. Салқын судың үстіне бір жұмыртқа, 1,5 шай қасықта тұз салып араластырып, үстінен өлшеніп алған ұнымызды салып, қаттылау қамыр илейтін боламыз. Қамыр міндетті түрде қаттылау болу керек. Егер де қамырды жұмсақ илейтін болсаңыздар, самсалар өз формасын ұстамайды. Сондықтан қамырды барынша қаттылау илегендеріңіз дұрыс. Осылай қамырды илеп алғанымыздан кейін теңдей етіп, екіге бөліп, думалақ формаға келтіріп аламыз. Және де үстіне салафанға кигізіп 10-15 минут тындырамыз. Арада тағы да бір илеп алыңыздар, қамырды тындыру үшін. Қамырды видеода көрсетілгендей етіп, қатты жұқа қылмастан жаясыздар. Видеода көрсетіп өттім, кәдімгі манты, тұшпараға илегендей қылып, жайғандай қылып, жайып аласыздар. Қатты жұқа болып кетпеу керек. Мінекей осылай қалыңдау қылып жайып аласыздар. Үстіне маргаринді қатты ертіп жібермейсіздер. Маргаринді осылай жартылай ертіп аласыздар. Қатты қайнап кетпеу керек. Осылай жартылай ертіп алғаннан кейін міндетті түрде суытып алыңыздар. Маргарин салқын болу керек. Ыстық күйінде жақсаңыздар, ол қатпайды. Сондықтан міндетті түрде салқындатып алып, барып сосын қамырдың үстіне жағыңыздар. Осылай жағып алғаннан кейін тегістеп барлық жағына жағып шыққаннан кейін қамырды шетінен бастап тартып орап аласыздар. Қамырды осылай орап алғаннан кейін қамырды айналдырып шетке ала тұрамыз. Екінші қамырды да дәл осылай қалыңдықты жайып, үстінен жаңағы салқын маргаринді тегістей етіп барлық жеріне жағып шығамыз. Осылай видеодағыдай барлық жеріне тегістей жағып алғаннан кейін барып, жаңағы бірінші қамырды екінші қамырдың шетінен бастап ашып, үстіне қойып, қамырды орап шығамыз. Тартып ораңыздар, ортасында ауа қалмайтындай етіп. Мінекей біздің қамыр дайын болды. Осылай орап алып, үстін пакетпен жауып, холодильникке 2 сағатқа немесе морозилкаға 1 сағатқа қойып қоясыздар. Немесе бір түнге қалдырсаңыздар да болады. Міне менде морозилкаде 1 сағат тұрды. 1 сағаттан кейін алып, ашып, өзіме ыңғайлы болу үшін 2-ге бөліп алдым. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарап, қамырды бөліп шығасыздар.
самсаның ішіндегі фаршын дайындайтын боламыз. Ол үшін үстіне мен мында пияз, үстіне картошка және де дәмдеуіштерді салып, араластырып фаршын дайындап алдым. Енді кесілген қамырларды жайып шығамыз. Қамырды жаятын кезде ортасынан төмен қаратып жайып шығыңыздар. Ортасы барынша қалыңдау болып қала берген дұрыс. Сол кезде біздің қатпарлы самсалар әдемі болып шығады. Видеода көргендеріңіздей жоғарыдан төмен қаратып жайғандарыңыз дұрыс. Мінекей барлығын жайып алдық. Енді самсаларды түйіп алатын боламыз. Самсаларды түйетін кезде қамырды осылай бос түйген дұрыс. Сол кезде қамырлар көтеріліп әдемі болып шығады. Үстін басудың қажеті жоқ. Егер қамырдың үстін тағы да басатын болсаңыздар, қамырлар көтерілмейді, қатты жалпақ самсалы болып шығады. Әдемі болмай қалады. Сондықтан қамырды басудың қажеті жоқ. Мінекей осылай барлығын түйіп аласыздар. Мінекей мен барлық самсаларды түйіп алдым. Үстіне жұмыртқаны араластырып, барлық жағына тегіс етіп жағып шығасыздар. Және де үстін өздерінің қалауларыңызға қарай кунжут немесе мак пайдалансаңыздар болады. Немесе ештеңе пайдаланбастан осылай пісіріп алсаңыздар да болады. Духовкада 220-230 градустарда пісіріп аласыздар. Самсаны ешқашан төмен градуста пісірмеңіздер. Қатып қалады. Максималды түрде жоғары градуста пісіргендеріңіз дұрыс болады. Мінекей біздің самсалар дайын. Мен 220 градуста самсаларды қызарғанша пісіріп алатын боламын. Самсалар өте әдемі, әрі қатпарлы болып шығады. Үнемі осы рецептпен жасаймын. Сіздер де жасап қараңыздар. Ал бізге ас болсын.